Қызыл сызықтың дауы қызу талқыға түсті. Шымкент қаласындағы басты даңғылдардың бірі. Тәукехан көшесіндегі қызыл сызықтың үстінде тұрған кәсіпкерлік объектілерінің иелері дауды шеше алмай дал. Сондықтан да аталған нысандарға реконструкция жасау мүмкін емес. Осы мәселе өтініш арқылы кәсіпкерлер палатасының кеңесіне арқау болды. Мәселе бұлай. О баста кәсіптің көзін ашамын деп салынған ғимараттар қазір қызыл сызықтың үстінде тұр. Сондықтан да ол нысандарға қайта жөндеу жасап немесе қосымша құрылыс жүргізуге болмайды. Алайда кәсіпкерлерге бұл үлкен кедергі болып тұр. Осылайша бастары дауға қалған бизнес өкілдері кеңес мүшелерінен көмек сұраған. Тәукехан даңғылындағы барлық коммерциялық және коммерциялық емес нысандар қызыл сызықтың енділігіне толық еніп келеді. Осылайша тұрғын үй нысаналы мақсатын коммерциялық немесе кәсіпкерлік объектін кеңейтуге, сонымен қатар қайта жаңарту, қосымша құрылыс немесе екінші, үшінші қабаттар тұрғызу үшін кәсіпкердің өзгерту ниеті болса, сәулет органы қызыл сызықтың бұзылуына және егжей-тегжейлі жоспарлау жобасына сәйкес келмеуіне байланысты қала құрылысы регламентінің талап ететін мақсаттарына сәйкес еместігі туралы қорытындысын береді. Қызыл сызықтың дауы қызу талқыға түсіп, мегаполистің сәулет және құрылыс басқармасынан сұралған. Алайда олар жоспарға сай келмейді деген қорытынды шығарады. Осының негізінде жер комиссиясы да, әкімдік те реконструкцияға рұқсат беруден бас тартқан. Генпланды қайтып қарау керек қой негізінде. Қазір по факту, по существующему факту план детальный планировка қайтып өзгерту керек. Генпланды қайтып қарастыру керек. Ол 2012 жылғы генплан қазір уже 8 жыл өтіп кетті одан бері. Негізінен қызыл сызық құрылыс салу шекарасын реттеу үшін қолданылады. Ал реттеуші жол белгісін жауып тұрған кәсіпкерлік нысандардың жағдайы не болмақ? Сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқарма басшысының орынбасары өз құзыреті шеңберінде жауап беруге тырысты. Бұл бас жоспар бізде 2012 жылы бекітілген. 2012 жылы бекітілген бас жоспарға сәйкес ол жерде 60 метрлік қызыл сызық. Орнында тұрған бизнестер бойынша сөз жоқ, бизнестер қалады. Ал мемлекеттен алған тұрғын үй үшін алған жер учаскелер тұрғын үйлерін тұрады. Болашақта қазіргі таңда біз бас жоспардың концепциясын жасалуда, бас жоспарды өзгерту барысында, егер мемлекетке бұл тиімді болатын болса, көп қабатты тұрғын үй қалдырады, тиімсіз болатын болса, ол жерді қызыл сызықты кішірейтіп, по факту қалдырылады. Осыған орай концепция жасалып, жаңа бас жоспарды жүргізу жұмыстары жүргізілуде. Үшінші мегаполисте дәл осыған ұқсас мәселелер өте көп. Сондықтан да шымкенттік кәсіпкерлер кеңес мүшелерінен кедергілерді алып тастауды ұсынды. Жанар Әуезов, Абылайхан Айдарбеков, Айға қоғамдық телеарнасы.